Қонақжай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасың, ішкі жан сарайының дауасын, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар, тәрбие тәлімнің де дәмі бар, іздегеніңнің бәрі бар. Саған тағы ұйықтап қалдым бе? Ұйықтап қалдым ау тағы. Бүгін сабақ жоқ қой. Аптасына 3-4 рет емес па? Мен саған сабақты айтып тұрған жоқпын. Таң намазына ұйықтап қалып жатырмын. Кеше де ұйықтап қалдым. Алдың күнде бүгін тағы не болып жүрсің маған? Шаршайсың ғой, түнімен бизнес план деп шұқшиып отырасың. Ана таңертең будильнигің жарылып кете жазады тура. Сен естідің бе не? Естігенің не? Ұйқым шайдай ашылып тұрып алдым ғой азанымен. Оятып жүрмес пе жұлқылап? Сені ұйықтап демалсыншы дедім. Маған жаның ашыды ма? Сен шын жаның ашыса қайта оятуың керек еді ғой мен намазға. Сен білесің ба? Бір намаздың қаза болған немен тең екен? Бүкіл отбасы, мал мүлкіңмен бірден айырылғанмен бірдей ғой. Сол үшін ғой мен намаз бастамай жүргенім. Тағы қаза қылып қойсам. Бұл намаз бастағандар ғана емес. Бүкіл мұсылман біткенге жазылған парыз ғой бұл. Сен күнде білесің ба? 5 уақыт парыз намаздарында қаза қылып отырсың ғой, білесің ба? Уақытысы келгесін оқимыз ғой. Уақыты келгенде. Білесің ба? Ана кісі не деген өткенде? Уақыт келмейді. Уақыт өтеді. Время не приходит. Время только проходит дейді. Білесің ба? Шіркін. Таң намазына ұйықтап қалу бар ғой, иманның әлсірегеннен. Шаршағаннан емес. Айтпесе маңызды шаруаң болатын болса, өмір ұйықтамаған екенсің да. Атып тұрасың ғой уақытысында. Ой, қойшы Мырзахан. Бірінші рет ұйықтап қалғандай болма. О, деймін де бірінші рет емес. Қанша болды ұйықтап қалып жатқаныма? Тіпті үйреніп те кеттім осыған. Білесің ба? Намаз тастау негізі осындайдан басталады. Негізі адам намазды емес, намаздан тастап кетеді екен. Зато 95-тің қыздарының ішінде бірінші машина сенде болады ғой. Енді Мырзахан, соншалықты бүйтіп беріліп кетуге болмайды ғой. Ортасында жүру керек қой. Ортасы деймін да? Иә, екі дүниеге теңдей қарау керек негізі, Жездеке. Дұрыс айтады. Екі дүниені теңдей ұстау керек. Иә, білеміз ғой, Құдайға шүкір. Ауылда молдаларын сабақ ағамыз ғой. Бірақ екі дүниені теңдей ұстау керек деген ойдың алыстағаны қайда? Қазір біз екі дүниені теңдей ұстамаймыз. Мысалы мынау 24 сағаттың бір-ақ сағаты ғана екен. Намазға арналған ше. Сол бір сағатында арнамаймыз ғой біз қазір. Арнаған күнде де намаздың үстінде тұрып біз дүниенің тірлігін ойлап тұрамыз. Сол екі дүниені теңдей ұстауға жата ма? Жатпайды әрине. Енді фанат болып кетпеш. Ой, фанатизм емес бұлай.
Бұл иман. Ал иман әлсіресе не болатынын білесің ба? Адам өзінің нәпсісіне ие бола алмай қалады. Мырзахан ағаға сәт деп айтудың өзі ұят қой қазір. Алдында 2 рет болмай қалды ғой. Әйтпесе алар едім негізі. Айтпақ Жездуға. Матиз не істейміз, сатамыз ба? Мадина алам деп жатыр ғой. Сатып жіберсеңші соны. Қой? Осы уақытқа дейін қонан мінетін уақытыңыз келді ғой. Қашан пониймен жүресіз? Алам десе алсын да. Алу демекші. Айтқандай сен не алдың? Алатын болдың ба? Нені? Матизін ма? Құдай сақтасын. Қайдағы Матиз, Мадинаны айтып отырмын мен саған. Жүдә, Құдай сақтасын деп не болды саған сөйтші ма? Әшейінде оншы-мұншы жерге мініп кетуге мәстірсін. Енді кеп Құдай сақтасын дейді. Мадинаны айтып отырмын, алатын ойың бар ма? Ой, бар ғой, бірақ енді қазір емес шығар. Қашан? Пенсияға шыққанда ма? Алатын болсаң ертелік әрекетің жаса. Бүйтіп созып жүргенді шариғат құптамайды. Жігіт пен қыз жеке қалатын болса, ортасына шайтан араласады дейді. Білесің бе сен оны? Сол үшін қызды үміттендірмей, алатын болсаң ал, алмайтын болсаң жас қыздың басын қатырма. Шайтаныңызға айтыңыз. Треті лишний болмай жүрсін. Несі сатасыз ба? Айтайын ба? Айтса енді сатам ғой. Мадина, Жездухан көндірдім ғой. Анау Матиздің ішінде 40-пен бас бара жатырым деп елестете берсей. Аффирмация, визуализация жасай берсей, в общем. Қой іштегі, өміріңде мастап көрмедің ба? Айтып отырмын ғой, жоқ. Мен тіпті дәмін татып көрмедім. Бұл бала кезден сондай тәртіпті, правильный болып өскен ғой. Қойш. Ой, неге? Өмір болғасын барлығын көру керек. Ой, қайта бар ғой, күнәнің есігін ашпай қойған дұрыс. Әйтпесе қайта жабылмай қалуы мүмкін да оны ше. Басталды. Осыларға таң қалам да мен. Күнә деп ше, өмірдің барлық қызынан бас тартасыңдар. Не өмір? Кредит алмайсыңдар сендер, Со ғой. Кредит алмайсыңдар. Нормально өмір сүруді білмейсіңдер да. Әшейін өздерің шектеп. Күн суықта дәрет алып. Күн ыстықта оразаттады ғой да. Аузар қурап. Мен айтам да, сол сөйтіп сонша күнә деп жүрсіңдер ғой. Сөйтіп дайындалып жүргенде, ана өмір болмай қалса не істейсіңдер? Астағфиралла, Мадияр. Сен астағфиралла демей ақ қойшы. Қатты үйтіп кетпе енді. Тура осы сұрақты бар ғой. Бір адам Хазірет Алиге қойған ғой. Ол кісі не деген білесіңдер ма? Ол кісі былай деген екен. Арақ ішпесем, денсаулығыма пайда. Намаз оқысам, бір жаның жайланады, санаң сергейді, жолың ашылады деген. Ал егерде ораза ұстасам, 11 ай жүктен тәнің тынығады деген екен. Сол сияқты арғы дүние болмай қалса да, менің есебім түгел деген екен. Растайын, Ол кісі тағы не айтқан білесіңдер ма? Ол кісі тағы былай деген екен. Егерде арғы дүние бар болып қалса, сен не істейсің деген. Сол сияқты арғы дүние болып қалса, сен не істейсің? не деген жауап, Қой берші. Сен өткенде машинаны тықылдап жүрді отырған ғой. Көрек те жүрсің. Жоқ, жақсы біз. Өткенде бір жерін тықылдап жүріп нәрсе деп отырған. Оны жөндетіп қойдым ғой. Осындайға келген кезде әңгімені естімей бір жыда не қылып қаласың сен, ә? Есің алып. Қоя берші оны. Мырзахан келді ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкум ассалам. Ибрагим аға осында ма? Енді басқа қысауладым мен берейін. Қасымаға. Қадағыз. Жұмыс несі? Осында екен ғой. Келсеңші отырсаңшы мырзаке. Ассалаумағалейкум Ибрагим аға. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, жақсы ба? Маған бересіңіз. Қалдарыңыз жақсы ма? Құдайға шүкір, өздерің қалайсың, аман есенсіңдер ме? Болады аға. Соңғы кезде Шайға жібер. иманым әлсіреп, көңіл күйім болмай жүр. Не болып қалды? Білмеймін. Намаздарым қаза болып кетіп жатыр. Сабыр сақтай алмай қалам. Өтірік айтып қоям арасында. Қойыңызшы мырзаке, қандай өтірік айтып жүрсіз? Ай, мынау білім алу бар ғой, сол иманды арттырады, иманды күшейтеді. Негізі сондай. Мырзаке қазір, ана бастау деген бизнес орталығында білім алып жүр ғой. Ол болмай ма? Қыстырылмай отыршы. Айтып алайықшы әңгімені. Сабыр, мырзаке. Сіз намаз оқисыз, намаз оқитындарға ашулануға болмайды ма? Кішкене көркем мінез қайда?
не намаз оқитындар адам емес пе не? адам ғой кішкене нахуй деймін да. Жігіттер, білім алу дегенде мынау Құранды түсініп оқу ол үлкен пайда береді екен. Қазір Құранның аудармасы бар, қазақша мағынасы бар, тәпсірі бар. Солардың барлығын оқысаң, иманың күшейеді. Мынау мұсылмандарда бір проблема бар екен. Олар Құранды оқымайды екен. Оқыса түсінбейді екен. Сондықтан да садақа беруіміз керек. Жетімнің басынан сипауымыз керек. Алланың берген нығметтерін еске алып, соған шүкір етуіміз керек. Шүкір етсең маған, тағы берем саған деген Алланың уәдесі бар. Сонда мінекей құлшылыққа деген құлшынысың артады. Иманың күшейеді. Ал енді құлшылығың қандай болса, тіршілігің сондай болады. Осыны мықтап естеріңде сақтаңдар. Дұрыс айтасыз. Әкем сізге дұрыс айтыпты ғой негізі. Жүре бермей үйленсеңіздерші. Жүру деген бір болмайтын нәрсе ғой Қаршаға. Ой, енді адам бір-бірін жақын тану керек қой, шола сен де қызықсың. Енді танимын дегенде дұрыс емес қой. Адамдар танып бітпейсің ғой бәрібір. Енді қырсасың ғой, шола. Танимын деп жүргенде қадірің кетіп қалады. Менің байқағаным, қыз бен жігіт болып жүргендер ақыры үйленбестен айырылысып кетеді екен. Немесе үйленсе де ұрса береді. Енді білем оның бәрін бар ғой. Енді Мадина екеумізден ішлей қатты ұзақ болған жоқ жүргеніміз. Онысына мен де енді ешкімге айтпай-ақ қой. Ұсыныс жасайын деп жүрмін Мадинаға. Айбай, шын ба? Күшті ғой. Соған бір сен жассың ғой, бір қалай ұсыныс жасасам болады, бір идеялар бар ма, айтшы? Только, пожалуйста, тізерлеп отырмай-ақ қойыңызшы. Қазақтың жігіттеріне жараспайды ол. Тәлпіштік қой сол. Жоқ, Құдай сақтасын. Мен Қаршыға ешқашанда ешкімнің алдында тізерлеп отырған емес. Ол үйленбей жатып тізерлеп отырсам, ертең үйленгеннен кейін еңбектетіп жібереді ол. Онда айтшы, не идея бар, бір қалай ұсыныс жасаймын? Енді қазір қол жеткендер әуеде, не болмаса судың астында жасайды ғой ұсынысты. Болмаса сіз енді көлдің жағасында, қайықтың үстінде отырып ұсыныс жасап көрсеңізші. Болмайды ол. Көлдің жағасы деген көргеніміз ғой талай. Ертең оны көлдің жағасын апарасын, дастархан жайып қоясын, жел тұрып, әнже дастархан ұшып, шаң болып, болмаса бір толқын келіп, ұрып, сол суға құлап, әнже тұншығып, қой құрысын. Білесің ғой, мен жүзе алмаймын ғой, судан қорқамын ғой. Ой, онда сіз аспаннан парашютпен түссеңізші. Мадина, мен сені сүйем деп дәғып жазып қойыңыз да. Қызғызым ба, парашютті қайдан табамын? Білесің ғой, онсында мен биіктіктен қорғам ғой. Екінші этаждың терезесінен жерге қарамай керек болса. Ойланшы, сұрашы сен, интернеттен көріп жүрсіңдер ғой, қалай ұсыныс жасауға болады, бір ерекше қылып бір енді. Сондай қылып, Жарайды, ойланайық. Білмеймін, басыма қазір ешқандай идея келіп тұрған жоқ. Айтасың ғой? Давай, жақсы. Жақсы. Шықын нахуй. Сел. Саламатсыз ба? Кеш мазалағаныма кешірім өтінем. Ана рентабельность продаж дегенді қайтып есептейтін еді. Өткенде айтып едіңіз ғой. Есіме шықпапты. Жоқ, масаладан жоқ. Рентабельностьті есептеу үшін бір айда түсетін таза табыс бар ғой. Шығыннан, салықтан бөлек. Сол таза табысты 100-ге көбейтесіз. Сосын оны жалпы бір айда түсетін қаржының сомасына бөлесіз. Жарым түнде ерінбей план жасап отырған сізге респект. Дұрыс, осы бағыттан таймаңыз.
жанкештілікті талап етеді. Рахмет сізге де қайырлы. Жақсы жайлдырыңыз. Бақыт, тұрсайшы, жұмыс кетіп бара жатырмын. Шай берсейші. Шайыңды өзің қойып іше салшы. Неге? Мазам болмай ауырып жүрмін. Сен соңғы кезде қыңылсаң қылың күйіп кетті ғой. Қартайын дедің бе не? Не? Қартайсам, жас біреуді тауып алайын деп пе ең? Үш, бермесең бермей-ақ қой. Кеттім мен. Арман, мен саған бірдеңе айтам, ешкімге айтып қоймайсың, уәде бересің бе? Иә. Мен Мадина апайыңа ұсыныс жасайын деп жүрмін ғой. Соған бір ән айтып беру керек еді. Орысша шансондарынан жіберейін бе? Мадина апай отырып шыққан ба не? Жынысың ба, отырып шыққан несе? Өзім шансондардың сөздерін жақсы білемін да. Нанжуанның өлеңдерін айтсаңызшы. 91? Айыптама мені деп отырам ба? Ол емес, анаушы. Саған қалай айталам, айтпай қалай мен жай табам. Сол ше? Саған қалай айталам. Соны айтуға болады екен, е? Еще былай істеңіз. Мына шетін сарыға бояп қойыңыз да бір құлағыңызға сырға тағыңыз. Құршы бар әрі, кетші бар әрі. Күшті болатын еді. Қыздарға тағамай жүрген кезде. Ибрагим аға қараңыз да. Бағана сіз айтқаннан кейіннен іздеп отырып интернеттен мынандай Құран KZ деген приложение тауып алдым. Ішінде бәрі арабша жазылып. Жоқ, мен астында қазақшасы да бар екен. Иә. Жалпы пайдаланған ыңғайлы екен да? Енді қазір іздеген адамға бәрі табылады ғой. Бәрекелді. Мына жерде былай деп қойыпты, қараңыз да. Мен адамдар мен жындарды тек мені танысын, һәм маған құлшылық етсін деп жараттым деп жазып қойыпты. Бәрекелді. Негізі оның аудармасында былай деп келеді. Мен адамдар мен жындар тайпасын өзіме құлшылық ету үшін жараттым, басқа мақсатта жаратпадым дейді Зарият сүресінің бір аятында. Яғни адам баласында
Аллаға құлшылық етуден басқа мақсат жоқ. Неге мақсат жоқ? Жұрттың бәрі құлшылық жасап кетсе, баланы кім бағады, егінді кім егеді, жаңалықты кім ашады? Сен неғып онда такси болып жүрсің? Ай, Мадияржан, сен Көрасың? сен құлшылықтың аясын тарылтып, оны мешіттің төңірегіне таңып қоймасайшы. Ата-анаңа құрмет қыл, қызмет жаса дейді Құранда. Ол құлшылық. Жасың келген кезде қыздарға қырғидай тимей, арасынан біреуін таңдап ал, отау төгіп шаңырақ көтер. Құлшылық. Құранда зинаға жоламаңдар дейді. Жасамаңдар демейді, жоламаңдар дейді. Өйткені ол екі дүниеде де сорыңды қайнататын өте жаман амал екен. Мәселен, жұмыс істе, еңбек ет, табыс тап. Ал енді табыс тапқан кезде нәпақа табудың екі жолы бар. Біреу адал жол, біреу арам жол. Адал жолмен табатын болсаң, ол әрине қиындау. Ал енді арам жолмен табатын болсаң, көп табасын. Және де ол оңай. Бірақ дегенмен де еңбекпен тапқаннан терсіңді, дәмі кермек деген. Адал жолмен тапқанға не жетсін? От сол құлшылық болып есептеледі. Түсінікті ғой, бірақ енді ол жақсы амалдың барлығы егер құлшылық болатын болса да, ораза, намаз деген немене ол? Ай, намаз ол сенің жақсы амалдарының, құлшылықтарының қорғаны ғой ол. Намаз деген. Күдіксіз намаз арсыздықтан тияды деген Құранда. Мінекей, бұл жерде әлбетте ықыласпен, ыждахатпен орындалған амалды айтып отыр. Сондықтан жігіттер, намаз оқыған адам жамандыққа жоламайды. Қайдам? Қазір не шықса да сол намаз оқитындардан шығып жатыр ғой. Ай, Мадияржан, ай, сен сол баяғы ақпараттың құрбанысың ғой. Байдың мініп шыққан жорғасы көрінбейді, кедейдің іліп шыққан дорбасы көрінеді деп, қит етсе солар көрініп қалады ғой. Жүрегімнің иесі бақ. Қаршыға, бір саған айта алмай жүрген бір маңызды әңгімем бар. Не ол? Әжем марқұм мамама табыстап кеткен екен мынаны. Нені? Кейін Қаршығаға берерсің деп. Нені? Мынаны ма? Мужской ма не анау? Мен тағып жүрсін деген ба? Ой, Қаршыға, келінге. Келінге ма? Бол? Енді ән айтып, қиялданып жүре бермей, осыны өзінің иесіне тапсыр. Бол. Сөйтіп, бақытты болыңдар. Әже маған тастап кеткен мынаны? Мәссаған, таза алдың ғой. Мен міндетімнен құтылдым. Бол, барыш, дайындалып жатырмыз енді соған. Қандай өлең айтсақ болады? Шахаруды бөлшеген, ұйқымды кече-кече, оны кезіп барамиша, қапы-қапы күча-күча. Әзірбайжан жан, не деп айтасың оған? Испанша, таң қалдыру керек қой. Қаншама адам намаз оқығаннан кейін арағын қойып, темекісін қойып, оңға солға жүруді қойып, пәре алуды қойып, мінекей, жақсы жолға түсіп жатыр. Тіпті әйелін сабағанды да қойып жатыр. Мінекей. Сондықтан да олар айтылмайды. Олар 0,000,0,1% ғана. Ол енді жаңа ғана дінге келген шығар. Жаңа ғана сектадан шыққан шығар. Ол енді беті бері қарай бұрылған шығар. Сондықтан да ара-гідік арасында кездесіп тұратын амалдар үшін бүкіл дінге күйе жағуға болмайды ма, Мадияржан? Мырза әкеңіз күннен күнге шікірейіп бара жатыр. Таксист емес, таксопарктың директоры сияқты. Жарасып тұр. Аз Мырза әке.
Құдайға шүкір. Бизнес план бәрін ойнап жатыр. Ай бәрекелді. Қарап шығыңыз. Сіз де оқыған екенсіз ғой сол курста. Иә, мына жерді ашатын кезде солардың консультацияғым. Ана бір Әсел деген қыз менің бизнес консультантым ғой. Қойыңызшы. Иә. Әсел анау. Иә, Кәдімгі ана әдеміше келген қыз да анау. Иә, ана фамилиясы Ақатаева ма? Ақатаева да? Ағатаева ғой? Иә, сол қыз. Ол да менің тренерім ғой қазір. Солай ма? Иә. Мен әлі күнге дейін осы жердегі анау-мынау түсінбеген құжаттар жайында басқа да мәселені содан сұрап тұрамын. Құдай қаласа бір-екі күнде келем деген. Қойыңызшы. Иә. Осында келем деді ма? Келеді бір-екі күнде. Тоқтаңызшы, сіз айтпақшы Сақина алдыңыз ба? Қандай ұсыныс жасамақшысыз өзі? Уайымдамасай. Сақина бар ғой. Әжем марқұм жүзігін маған қалдырып кеткен екен ғой. Осы уақытқа дейін бақыт әпкем ұстап келген. Сол маған беретін болды. Таза алтын ғой. Мынау керемет қой. Енді менде мынандай ой болып тұр. Ақыры сюрприз жасағыңыз келсе, Мадинаны бір жақсы кафеге алып барыңыз. Апармай тұрып жаңағы кафенің администраторымен келісіп алыңыз. Ол сізге кішкентай пирог пісіріп берсін. Сақинаны соның ішіне салып жібересіз. Болды. Ана пирог жеп отқан кезде ішінен шығады ғой, а? Иә. Мынау мощный сюрприз екен. Жұт қойып жүрмей ма? Ой, жұтпайды. Қыздар свиданияда асап-асап жемейді ғой ешқашан. Зато оригинальный болады. Бол. Мен солай жасайым. Сосын соткаға түсіріп алам. Инстаграмға салам. Анау Құйқалдағы ресторанға апарсам ят емес пе? Ой, әдемі ғой сол. Құйқалдағы Жарасбай атаның кафесі бар ғой. Ақбұлақ деген. Сол жерге апарсаңызшы болды. Керемет қой. Бол. Шола айтпақшы. Еще романтика болу үшін ше? Гитарамен бір ән айтып жіберейін да? Мына идеяңыз зор ғой сіздің. Бір жақсылап махаббат туралы ән дайындап барыңыз. Соны міндетті түрде айтыңыз. Жарай ма? Уайымдамасай, қаржы қағаңда ән деген жетеді ғой. Болды онда. Сіздерден жаңалық күтем. Давай. Бақыт. Ей, Бақыт. Сәлеметсіз бе? Әсел, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Ертең сізді біздің ауыл жаққа келе жатар дейді ғой, рас па? Иә, Ибрагим деген кісінің ашқан шағын бизнесін көремін. Біз бір жылға дейін жаңа кәсіпкерлерге қолдау білдіріп отырамыз. Керемет. Сіздердің еңбектеріңіз бар ғой, ұшаң теңіз. Әсіресе менің көзімді аштыңыз. Рахмет сізге. Сен деп сөйлей беріңіз. Ертең Ибрагим ағаның кафесіне келесіз бе? Бақыт. Мына ішінде киімдерім қайда мен? Костюм шалбар қайда? Білмеймін. Джинсы аяқта мынаның ішіндегі. Білмеймін. Білмеген десе? Тауып бермей кетуім керек қой. Бара берсе күнде киіп жүрген киімдеріңмен. Немеге сәнденіп қалдың? Немеге сәнденіп қалды деген десе? Имидж ғой. Имидж ғой. Ой, Майя, кім үшін сәнденіп сыланып жатқаның не білмейді дейсің ба мені? Қайдаған айтпашы бол. Білесің ғой енді мен әкімдікке кірем, басқа кісілермен жолығамын, дұрыс киініп жүр керек қой маған. Бүгін сабақ жоқ қой. Неменеге костюм шалбар киіп барайын деп жатсың? Одан да айт, кіммен кездескелі жатырсың? Ешкіммен? Тергеген несі мынаның? Ешкіммен кездеспеймін. Есің дұрыс па сен? Ешкіммен? Әкел телефоныңды. Көрсетейін мен саған кіммен кездескелі жатқаныңды. Әкел.
Ме? Көрсетші. Кіммен келсе? Қызық. түк білмейді деп жүр екенсің ғой. Өшіріп тастапсың ғой? Нені? А? Нені өшірттің? Болды, Мырзахан. Өтірік жынды болмас үйтіп. Сіздің еңбегіңіз ұшан теңіз деп көлгірсіген сообщениенің бәрін оқыдым. Ол да қоймайды. Респект. Жанкешті екенсіз, бәді деп нервке тиіп. Мә, өшіріп тастаған. Телефон өтіріктен бермей-ақ маған. Ой, сен де қызықсың. Ой, енді ол деловой разговор ғой енді ол. Онда тұрған не бар? Онан неменеге өшіріп тастайсың? Енді память толып қалмасын дедік. Өшіріп тастадым енді. Сонда анау ернін түштейтіп алып, жүректің смайліктері жіберілгендердің бәрі деловой разговор ма сонда? Қайсы анау? Ана айтып жатсың ба? Ол анау басқа смайлик жіберем деген. Осы етсем ана саусақтарым басылып кетті де басқасы кетіп қалса бола ма? Өшіре алмадым оны кейін. Сонда қатарынан 3 смайлик кетіп қалды ғой, байқамай. Анау суретіңді де байқамай түсіріп жібердің бе? Ой, бақтай, ол сен қызғанатын адам емес ол. Ол үлкен кәдімгі кәрі апай ол. Сен қайда, ол қайда? Оның үстіне өзі мұңы көп адам екен. Көңілін тауып кішкене жылы сөйлемесең проектін өткізбей қояды ол. Ой, оның алдында сен қайда красавицасың, бақыт. Қызғанбаш. Гүл жіберіп, неше түрлі күлген смайликтер жіберіп. Осы бізге бір жыл сөзін қимайсың ғой. Ха деп аттандаған даусыңнан басқа. Мә, киімдерің киіп ал, бара бер. Ой, аға, мынауыңыз күшті екен. Иә? Бесконтактыға баштым ғой. А давайте сухая деп ашайық. Бола болай. Болды, сіздер білесіздер ғой, мейлі сухая деп аштым. Сухая ойға болса бола берсін. Бірақ өзіңмен бір кездессем ба деп жүретім. Негізі бар ғой. Бұл уақыт тауып, кездескеніме мен де өте қуаныштымын. Шай алып отырсаңызшы. Әйтеуір, әңгімеден әңгіме шығып, бір-бірімізді жақыннан біліп, танысқанның өзі үлкен қуаныш қой. Ой! Бақыт қалай? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Шай ішесіз ба? Ой, Бақыт шай ішесің бе? Не болды әлгі Әсел апай келді ма? Ой, мынау. Кім? Әсел апайың келді ма деймін. Әсел апай келді ма? Әсел апай келді. Әсел апай мына, Әсел апай. Әсел апай келді. Әсел апай келді. Мына Әсел апай танысып қойыңыз, Бақыт. Сен кәрі қыз деп айтқан жоқсың ба маған? Жоқ, Әсел апай. Ол басқа кәрі. Бұл кісі жас. Сонда сенің қанша Әсел апайың бар, а? Бұл кісі жеңгей ма? Иә. Бақы сен жай жүрсің. Кілтті тастап кетейін деп келдім. Неме? Не кілт тастайсыз? Қашаннан бері кілт тастап қалдыңыз? Үйде апам бар емес пе? Арман бар емес пе? Қажыға бар емес пе? Қайда бәрі? А давайте продолжим. Мырзахан аға. Давай, продолжим. Толтырмапсыз. Нені? А давайте бір бокс емес, 2 бокс деп жазайық. Сонда сіздің рентабельностіңіз тағы 10%-ға өседі. Мәсі, қош. Демнің арасында есептеп тастапты бар ғой? Ой, маманның аты маман, е? Мырзахан. Қоя тұршы. Не дей бересің? Апарып тастамайсың ба мені? Көріп сол жұмыс істеп отырмын. Немен? Қайда Мырзахан? Апарып тастамайсың ғой, е? Одан кейін рентабельность сонда 10%-ға өсетін болса, яғни бір емес 2 бокс ашсақ, онда жақсы. Менің ойымда сол тұр негізінде. Рахмет Мадина кездесуге келгенге. Сен әдейі осы кафеге шақырдың. Тыныш, әдемі ғой. Иә. Қазір. Официант. Қарындас, жаңа келіскенде ғой, мен гитарамен өлең айтып бастаған кезде пирогты алып кеп қоя бересің. Түсінікті ғой? Жөндеп істеңдер. Официантқа тапсырыс беріп қойдым да. Қаршыға, бүгін екеуміздің танысқанымызға шай болды. Білем. Соның құрметіне келіп отқан жоқпыз ба? Енді тек оның ғана құрмет емес. Тағы не? Тағы сюрприз.
Сюрприз? Тосын сый, кәс көресің. Қаршыға сен ән айта аласың ба? Әрине. ойда басылмай, қабағым сенсіз ашылмай, көркіңнен әзиз айналдым, бір тамшы көздің жасындай. Шайымды айтсам жасырмай, жағдайым менің осындай. Жаным-ау менің мөлт еткен бір тамшы көздің жасындай. Бір тамшы көздің, бір тамшы көздің жасындай. Бейсауат жанды көз келмей, өзгеше күйді мендегі өзіңде жаным сездім ғой. Ұнады ма пирог? Иә, өте дәмді екен. Дәмсіне дәмді ғой, бірақ қалай? Мынау маған ба? Рахмет, мен бақыттымын. Түсінбедім. Жүзік па? Күштісін-ай. Қайдан шықты, түсінбедім. Қандай күшті. Қаршыға сен тапсырыспен ән айтасың ба сонда? Күштісін-ай. Жоқ қой, түсінбедім мен, тоқтап бұл жерде. Түсініксіз бірдеңе болып тұр негізі. Тамақ жоқ па не? Істеп ал өзің. Жоқ. Маған істемесең де балаңа істесейші. Сенің де балаң. Неңе істе? Інім рестораннан тамақ жеді. Не болды саған? Не болып жүр саған өзі, а? Не үй жиналмаған? Не ыдыс жуылмаған? Әселің айт, кеп жуып беріп кетсін. Не болды саған, а? Болмайтын біреуден қызған. Өз берекеңді қашырып. Кәрі қыз дегенің кән? Қылтыңдап тұрған жап-жас екен қой. Қылтыңдап тұрса да, өзінің мұңы көп қыз екен. Тыңдасаң аяп кетесің. Аясаң, сол әселіңе кет. Бауырым, Сақинаны қайтарсай. Не Сақина? Не Сақинаң мен? Жаңа Сақина менікі ғой. Бауырым, біздікі ғой енді болды ғой. Қалай біздікі? Қалай біздікі? Менің Сақинам ғой, қайтарсай. Бауырым, сен енді кішкене біздің жағдайға кірш. Мен ана қыздан қалай тартып аламын? Кішкене ыңғайлы жағдай болып қалды да. Енді ол қыздан қазір қолынан тартып алсам, ол қалай ойлайды сонда? Кішкене ол да бір мен соған бір үйленгісі келіп бара жатыр дейсің ба? Просто ол қуанып тұрған екен, алып қоя алмай тұрмын ол қыздан ше. Кішкене менің жағдайыма кірші бауырым, қазақпыз ғой, түсінші мен. Қалай мен сенің жағдайыңа кірем? Сен менің жағдайыма кірсейсің. Мен қандай жағдайға қойып қойдым сен қазір, а? Сен менің қандай жағдай? Білмеймін іштен, қайтаршы бұл. Бауырым, бете салайықшы. Сақинаң қанша тұрады? Мен саған ертең басқасына бере салайыншы. Бір түсіністік танытшы осы жерде. Мен не алмай қойшы. Ол Сақина сатылмайды. Ол менің әжемдікі, түсінесің ба? Бауырым, әжеңдікі бола ма, басқа бола ма, береміз ғой, басқасына әпереміз ғой. Не болды? Сонша терлей бермеші енді болды. Қалай терлей бергенде, бауырым? Сен тоқта деп саған айтып жатырмын, тоқта. Не істей жібердің сен? Не істей жібердің мен саған? Неменеге ауыстырып жібердің ана пирогты? Енді администратор айтты ғой, 2 үстелге 2 пирог алып бар деп. Мен қайдан білейін, оның қайсысында Сақина бар? Администратор айтты ғой, шақыршы бар администраторын. Кетіп қалған администратор. Ендігі емеспін бар ғой осы кафеге. Сен не?
Қойш деген сайын тегі біре. Ha? Жұмыс болған екен сондай адаммен адам араласады. Адаммен адам сөйлеседі. Немене, енді жүрейін ба енді үйде отырып болмадым? Мақыл, ал, отырайын, мә. Бизнесі де құрсын, мынандай құрған. Бизнесі де құрсын, мойкісі де құрсын, планы да құрсын, жұмысы да құрсын, де. Жүрейін онда үйде отырып, өмір бақы таксовать етіп жүрейін енді мен. Ал, саған сол жақсы ма? Мә. Отырам мен енді үйде. Істемесең, істемей кет. Айқайлама айтып. Айқайламасаң, айқайлама я. Не болды? Тыпыршып кеттің ғой қаршыға? Жоқ. Ішім ауырып. Аналар қандай керемет, е? Жігіт деген романтик, торттың ішіне сақина салып ұсыныс жасайды. Ал қыз қандай бақытты. Ондай ұсынысқа әрине қыз иә дейді. Ана жігіт мен танымын ма? Кәс. Сақинаны қайтармасындар, кәдімгі мен жерде масқараларың шығады. Менің қатысым жоқ бұған бауырмен. Менің түкте қатысым жоқ. Қайтарсы? Менің кінәм емес ол. Өздерің тірліктерің ғой. Менің қатысым жоқ деймін. Мадина, мынау негізі менің Сақинам. Дым күлкілі емес қаршыға. Мен асықса едім. Рахмет саған. Мадина. Біздікі Сақина болды. Сонда енді кетті ма жүзік аналарда? А? Кетті. Мынаусы қалды қайта. Енді аналардың қуанышын бұза алмадым әпке. Сіз ана бейшара қыздың қуанғанын көрсеңіз ғой. Жындысың ба сен қаршыға? Ол біздің әжеміздің жүзігі емес па? Қаршыға. Уайымдамасаңшы. Ертең ана жігітпен жолғамда қайтып алып алам. Уайымдамаңыз. Сосын не істейсің? Басқа идея жоқ. Мадина да ренжіп кетті. Елмен сөйлеспейтін жер. Сөйлеседі. Сөйлеспей қайда барады, сөйлеседі. Сөйлеспейді. Енді сөйлеспеймін деді ма? Сөйлеспейді. Сендер анау идея, пидея, романтика дегендерді қойыңдар. Мен атаммен сөйлесіп қойдым. Құспан атамен ба? Сенің әкеңмен ей. Батя ма? Сол атаң бәріміз барып, қазақтың дәстүрімен алдынан өтіп, сырғасын салып алып кететін болды. Оны осыдан асқан романтика да, идея да жоқ. Батя айтса заң онда. Не, міне. Мырзахан, тұр. Тұр, таң намазы бол. Вақыт болмады? Иә, тұр. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estağfirullah. Allahümme antis selam. Minke selam. Tabrak diyesin. Celal ve ikram. Tar. Бақыт. Жүрші көміз. Әдемлеп. Шай ішейікші. Азанмен не қылған шай? Шай ішпесең, кофе іш. Жүрші. Бақыт. Жүре қойшы енді. Әдемлеп дайындаш екеуміз бір. Күшті бір ішейікші. Бақыт. Жүре қойшы енді. Бақыт. Жүре қой. Жүре. Неге сонша қарайсың? 112-ден кепті сообщение. Қарағанды облысында жел дейді.
Қарағандының маған не қатысы бар деймін да. Маған неменеге жібереді осыны? Айдылада Қарағанды. Келеді 3-те келеді ғой. Жезқазғанда жел болып жатыр деп ше. Иә. Қарап жібермей ма? Ауданға адам қайда жатқанын біліп. Күйдіреді ше адамды. Шай қойш. Бақыт. Шай қойш енді. Әселге ренжіп отыр ғой бұл. Айтқандай, Әсел тұрмысқа шығыпты. Оны маған неменеге айтып отырсың? Сүйініш сұрап отырсың ба? Жоқ, енді әркімнің өзінің жеке өмірі бар. Оның да адамы бар деп отырмын деді. Тұрмысқа шығыпты. Мырзахан, өзің қараш. Мен сол Әселдің күйеуімен SMS жазысып отырсам, қалай қарайсың сен? Ой, енді сенді мысалын қалай өз? Мін қараш. Мысалдың өзіне шамданып отырсың. Оның бар ғой, күйеуі күшті ұсыныс жасаған ғой. Кәдімгі торт әкелгенде, торттың әкеп берген, тортты кесіп жейін деп жатса, ішінен Сақина шыққан ғой. Күшті, Күшті болыпты ғой? Әбден сырласыпсың ғой, Мұңын да, қуанышын да семен бөлісіпті ғой, Жоқ, енді аға деп арқа сүйеген да, енді оны тұрған не бар? Енді тұрыс енді, сенікі жөн. Ренжитін де бар енді, мен де қатты шошаңдап кеттім негізі. Осының бәрін ненің кесір екен білесің ба? Осы иманның әлсіздігінен. Өткенде сен айтымен ғой. Діннің шарттарын қатты орындай бермеу керек, қатты беріліп кетпеу керек. Әр нәрсенің өзінің орны бар деп, Көрдің ба? Егер менің иманым күштірек болғанда, мен сол қызбен жеке чатта сөйлеспес едім. Ал тіпті иманым одан да әлсіз болғанда кім біледі, жеке кездесіп кетер мен. Тіпті солай ма? Жоқ, енді мысалы деп жатырмын да. Енді адам болғаннан кейін адамды нәпсі деген болады. Шайтан азғырады. Адам деген нәпсісі, иманы әлсіз болса еріп кетеді. Ал оған қарсы тұратын бір-ақ нәрсе бар. Ол иман. Көрдің ба? Иә, мұның дұрыс. Енді бұдан былай күнде екеуміз бірге таң намазына оянамыз. Сен мені оятасың, менімен бірге сен де тұрасың. Сөйтіп бірге намаз оқимыз. Бір-біріміздің иманымыздың күшеюіне көмектесеміз. Сол кезде ұрыс болмайды. Тек ырыс болады. Қалай? Дос боламыз ба? Дос болайық. Мерис? Мерис? Ой, мерис дептім ғой. Мәке. Ырыс. Ырыс, тату болған дұрыс. Дұрыс. Шай қойын ба? Өзінде шайш. Қонақжай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының дауасы, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар, тәрбие тәлім